Бұлшықет тырысып тұрған кезде адамда тұтығу физикалық тұрғыдан сол ішінде болады. Адамның денесінде мынандай спиральді бұлшықет деген нәрсе бар. Яғни біздің денемізді толықтай қоршап тұрған бастан аяқ дәл осы бұлшық етіміз бар да. Біз стресс аламыз ғой қандай да бір. Қорқамыз бір нәрседен, уайымдаймыз, тревожиться етеміз, күйгелектенеміз, болашақтан қорқамыз, немесе оқыс бір нәрседен қорқып қаламыз. Сол кезде мына бұлшықет жиырылып қалады. Жиырылып қалған кезінде, бұны көріп тұрсыздар, бұл екі қабат ненің үстінен өтіп жатыр, диафрагманың үстінен өтіп жатыр. Бұл жиырылып былай тырысып тұрған кезде диафрагманы итеріп әуре болудың қажеті жоқ. Бағана сіздердің жасаған жаттығуларыңыз былайынан, одан кейін былайынан жасадық та, аяқтың, мына жерді көріп тұрсыздар ма? Мына жердегісін босатып алдық. Одан кейін былайынан жасадық та, мына жердегі бұлшықеттерді босаттық. Одан кейін былайынан жасап, осы бұлшықеттердің барлығын бір бағанға, тырысқан жерлердің барлығын жазуға тырыстық. Киімде болады ғой, мысалға тар болса, бір жеріне жетпей тырысып тұратын, е? Тура сол сияқты бұлшықет біздің сүйегімізге сай болу керек қой. Сүйегімізге шақ болып тұру керек. Бұлшықет тырысып тұрған кезде адамда тұтығу физикалық тұрғыдан сол ішінде болады. Неге менің методикам универсальный болып табылады? Неге кез келген дауыс қою маманы емдей бермейді осы уақытқа дейін? Неге кез келген логопед емдей бермейді осы уақытқа дейін? Өйткені бұл жерде біз анатомиялық тұрғыдан терең жұмыс жасаймыз да адаммен.